Балалар, сәлем. Біз сендерге бүгін маңызды нәрсе айтқалы келдік. Соңғы кездері мен қатты шаршап жүрмін. Адамдар жерге көп қоқыс тастайды, ормандарды азайтып жатыр. Маған да оңай емес. Жағалауларда бөтелке, пакет, банан қабықтары көп жиналып қалады. Олар суға түссе, мен ауырып қаламын, балықтарға да зиян. Ал мені ауаға толған түтіннен жөтеліп жүрмін. Қалаларда, машиналарда, зауыттарда көп түтін шығарып жатыр. Ауаны тазарту маған барған сайын қиындап барады. Мен қалайда жер шарына көмектесуім керек, бірақ қалай, білмеймін. Айбар, балам, келдің бе? Түскі астайын. Тамақтанып алайық, әкеңді шақыр. Әкешім, анашым, мен жер шарына көмектескім келеді. Неден бастасам болады? Балам, керемет ой. Біз саған көмектесеміз. Алдымен жағажайдан бастайық. Балалар, көрдіңдер ме? Бізге басқа да балалар көмектесіп жатыр. Ал енді көшет отырғызайық. Ол ауаның тазаруына септігін тигізеді. Балалар, барлықтарына үлкен рахмет. Сендердің кішкентай жақсылықтарың мен үшін үлкен күш. Қоқысты жинадыңдар, ағаш отырғыздыңдар. Мен өзімді әлдеқайда жақсы сезініп тұрмын. Естеріңде болсын. Жер барлығымыздың ортақ үйіміз. Ал мен енді жөтелмеймін. Сендер таза ауа үшін еңбек еттіңдер, оған мың алғыс. Әр отырғызылған ағаш маған жаңа тыныс береді. Таза ауа, таза өмір. Мен де сендерге алғыс айтамын. Таза толқындарда балықтар бақытты жүзіп жүр. Әр тастамаған бөтелке, әр жинаған қоқыс менің денсаулығымды сақтайды. Мен сендерге әрқашан күлкі сыйлап тұрамын. Балалар, табиғатты қорғау бәріміздің міндетіміз емес, жүректен келетін қамқорлығымыз. Жер ана біздің ортақ үйіміз. Оны жақсы көрейік, бірге аялайық.